қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік, бірлігіміз бойға күш беріп сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз, көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлдеміз, әлі бізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз. Қайырлы күн. Қазақ халқы Ресей империясының құрамына кіргеннен бастап 400-ге жуық ұлт азаттық көтерілістер орын алды. Бірақ оның барлығы қазақ халқының бірігуінің, ұйымдасуының болмауынан жүзеге аспады. Бұл қан мен тер жолында қаншама қазақ жүріп өтті, миллиондардан айырылып. Аштықтан да өттік жыламай, бәйдірек боп биік сұламай, майыспадық сынбадық. Сынақ себеп емес кейеуге, тек тазалық болса пейілде, қою қара түннен кейінде таң атады. 5 жыл 341 күн бұрын, яғни 1986 жылдың 16 желтоқсанында қазақ автономиясының бірінші хатшысы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың орнына қазаққа беймәлім Геннадий Васильевич Колбинді қойды. Бұған наразы қазақ жастары отаршыл, әкімшіл, әміршіл жүйеге қарсы наразылығын білдіріп, қазаққа қазақ басшы болу керек деген айып білдірді. 1000-ға жуық адам тұтқындалса, 200-ге жуығы жараланып, тағы 200-ге жуығы қаза тапты. Қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлдеміз, әлі бізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз. Әлі бізде алар асу. Ал біз секілді халық үміті, ел жастары бағымызды басымыздан тайдырып алмас үшін күшімізді білекке емес, білімге жұмсауымыз қажет. Бауырмашыл, біз шаңырақтың астындағы жастар болайық.